Бүгінгі видеода мен үңгір тонаушы Айдахары туралы ақпараттар айтатын боламын. Достар, алдымен менің телеграм каналыма тіркеліп қойыңыздар, онда мен әртүрлі ойындар мен ақпараттармен бөлісемін. Ссылкасы төменде. Айдахар өзінің үлкен денесіне қарамастан өте жылдам қимылдайды. Айдахар үңгірлерде өмір сүреді. Үңгір тонағыштың қанаты жоқ, бірақ ол Айдахар. Айдахардың ұзындығы 18 метрді құрайды. Оның оты жасыл түсті, және де ол денесінен шырыш шығарады. Ол шырыштар отқа тез жанады. Сонымен қатар, шырыштың арқасында үңгір тонаушы тастардың арасынан оңай өте алады. Айдахар отшегіш айдахарларымен қоректенеді. Айдахардың әлсіз тұстары олар: қанаты жоқ, ыстықты ұнатпайды. Айдахар шырышты құйрығынан атады. Егер айдахарға қатты күшпен от атса, айдахардың шырышы буға айналып кетеді. Жабысқақ шырыш буға айналып кетті ме? Үңгір тонаушы 16 рет қатарынан от бүрке алады. Ал шырыштар айдахардың арқасында орналасқан түтіктерден және құйрығынан шығады. Ол шырыштың арқасында оттан қорған алады. Бүгінге осы. Егер видео ұнаса лайк басып, комментарияға келесі қандай Айдахар туралы ақпараттар айтайын жаза кетіңіздер. Және телеграм каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.